Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Биылғы жылғы қаңтар оқиғасына басты себепкер болған, яғни ең бірінші болып Қазақстандағы газ бағасының қымбаттауына өздерінің наразылығын білдірген жаңаөзендіктер болатын. Дәл осы өңірде 10 жыл бұрында айтса нанғысыз оқиға орын алған еді. Ол кезде билік қарапайым халыққа оқ атқан үшін тарихта мәңгілікке қалды. Дәл осы Жаңаөзен қаласында нөмірі 2 және нөмірі 6 мектептің қызметкерлері ел президенті болып отырған Қасым-Жомарт Тоқаевқа арнайы үндеу жариялап, білім ордаларын жеке меншікке өткізуді тоқтату керектігін айтып, өз талаптарын ашық жеткізді. Сонымен аяулы ұстаздарымыз былай дейді: егер біздің мектеп жекенің қолына өтіп кетсе, онда жалақыға өзгерістер мен жұмысшыларды қысқарту басталады. Ата-аналар үшін де қиындықтар туындайды. Барлығы ақылы түрде болады. Біз Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес жұмыс жасаймыз. Өзіміз сыныптарды жаңарттық. Өзіміз жаңа құрал жабдықтар сатып алдық. Біз мектепті жекенің меншікке өткізуге үзілді-кесілді қарсымыз, дейді педагог ұстаздарымыз. 30 қаңтар күні мұндай мазмұндағы бейне хабарламаны тарихи маңызы бар саналатын нөмірі 2 мектептің мұғалімдері арнайы түсірген болатын, және бұны Қасым-Жомарт Кемелұлының өзіне тікелей бағыттады. Қалай ойлайсыз? Елімізде осы жеке меншікке өткізу, яғни мемлекеттік нысан болып саналатын мектеп, балабақша, ауруханаларды жеке меншікке өткізу, бұл 30 жылғы биліктің кезінде үлкен үрдіс алған еді. Батыстағы жаңаөзендік мұғалімдердің дәл осы арнайы үндеуіне сіздің айтар ойыңыз қандай? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.